Оразаға ниет етудің үкімі қандай? Пәлен күні Алла үшін ораза тұтамын деп жүрегімен шешім қабылдауы ниет деп айтылады. Ниет ету оразаның дұрыс болуының басты шарты. Ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам амалдар ниетке байланысты деген. Ниетті тілмен айту шарт емес. Сәресіне тұру немесе тұрамын деп ниеттеніп жатудың өзі ниет еткен болып саналады. Рамазан оразасына күн батқаннан бастап таң атқанға дейін уақыттарда ниет ету абзал. Егер бір жағдаймен таң атқанға дейін ниет ете алмай қалса, яки ұйықтап қалса, онда сәске уақытқа дейін, яғни бесін намазынан 1 сағат уақыт қалғанға шейін ниет етуіне болады. Одан кейін ниет етсе, сол күннің оразасы дұрыс болмай қалады. Оразаға ниет еткенде диета ұстау, арықтау мақсатында емес, оразаның сауабын үміт етіп, бір ғана Алланың разылығы үшін ұстау керек.